Сәлем достар, сіздермен бірге Deluxe. Біз бүгін маған айтам 5 ойында түсіретін боламыз. Ал кетті. Ал мінекей достар, ең бірінші маған ұнайтын 5 ойын ол Пау дейді. Классический дейді. Қазір тоқтаңыздар, кішкене күте тұрыңыздар, суретін көрсетіп алайын. Мінекей ол ойын былай, короче, былай басталады екен. Қазір кішкене загрузить етіп жатыр. Так, загрузить етіп болған соң көрсететін боламын. Міне үлкейтесің де, кішірейте аласың да, планшетке де ойнай алады екенсің. Ал екінші ойынға кеттік. Ал достар, келесі ойын вертолетная атака 3D деп аталады. Видеосын қосайын ба, қоспайын ба білмеймін. Мінекей ол ойын, короче, былай ғой. Сақтаңыздар. Мінекей былай атасын, вертолетпен ұшып, мінекей осылай ойналады. Әйтеуір, мен ойнағам когда-то. Короче, осылай қызық ойындар, скачать етсеңіздер де болады, 20 мегабайт. Так, мінекей, ал мен келесі ойынға кет. Ал келесі ойын легенда Дракономани деп аталады. Легенда Дракомани. Так, мінекей, ол былай аталады. Былай қой, жұмыртқаны аласың, ішінен бір дракондар шығады, ледяной, огненный, каменный сияқты. Соларды өсіресің. Кейін олар үлкен дракондарға айналады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, постройте свой драконий остров. Дейді, өзің остров ашасын, тренируйте и воспитывайте чемпионов, дейді. Данный. Короче, нелерді өсіріп болған соң, оларға тренироваться етесің. Мінекей уровень 1 дейді. Әйтеуір маған осы ойын өте қатты ұнаған болатын. Ал келесі ойынға кеттік. Ал бізде келесі ойын әрине Words Mobile. Королевство стратегии сражений дейді. Оны көптеген рекламаларда да көрген шығарсыздар. Наступающим праздником. Мінекей, короче, ол жерде армияларын аласың да, өзің қалаған жеріне қоя саласың, сөйтіп бой дейсің. Содан кейін барып өздер шайқасады. Ойбай, өздер сөйтіп шайқасады да, ұтсаң ұттың, ұтпасаң ұтылмадың деген әңгіме ғой, короче. Ал біз ең соңғы видеоға кешіріңіздер, ол 4-ші, мына ойын бізде 4-ші болады. Best Friends дейді. Бұл жерде, короче, друзья сияқты ғой, бесплатная игра головоломки дейді. Қазір тоқтаңыздар, кішкене загрузить етіп жатыр. Мінекей былай болады. Былай, зума сияқты ғой, зума деген білесіздер ма? Короче, осылай болады, маған өте ұнады. Мен головоломктарды өте қатты жақсы көремін. Ал біз енді келесі соңғы видеоға кеттім. Ал бізде соңғы ойын Mafia City деп аталады. Мінекей суретінен ақ көріп тұрсыздар. Создайте банду дейді. Мен осы ойындарды ойнаған, бірақ бұлардан түсіргенді өте ұнатпаймын. Мінекей, әйтеуір маған осы ойын өте қатты ұнап қалды. Осы ойындардан болашақта түсіретін боламын. Сіздермен тоқтаңдар, не өкпеттіз. Ал сіздермен болған Deluxe. Бүгін мен сіздерге айтқан ойындардың бәрі сіздерге керек болады, или өздеріңіз жазып аласыздар. Сіздермен болған Deluxe, сіздермен болған өте жақсы адам. Сау болыңыздар.